Reading a web page about clubs for young people. Exercise number 1. Look at the pictures and names of the clubs. Are they interesting or boring? Бұл жерде өздеріңе қандай клубтар қызықты немесе қызықсыз туралы өз ойларыңды айтуларың керек болады. Ал осы текстке қарап екінші жаттығуды орындайтын болсақ, екінші жаттығуда тексті оқып, бізде 1-ден 5-ке дейінгі сөздермен, A әрпінен E әрпінен берілген сөздермен бірге матчинг жасап, яғни сәйкестендіру жасап, бір сөйлем шығаруымыз керек болады. The first. Salsa and hip hop. D, yes, are dances. Salsa мен hip hop бізде олар билер. The second. Chess. E is difficult. Шахмат қиын. 3. Climbing. Yes, C is a new activity. Number 4. The dance club. Yes, A is for young people. 5. The climbing club. Yes, B is on Saturday. Exercise number 3. Complete the days of the week with words from the reading text, listen and check. Үшінші жаттығуда бізде апта күндері берілген, олар түгел емес, соны толықтырып жазу қажет болады. Бірінші, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Exercise number 4. Төртінші жаттығу. Төртінші жаттығуда менің аптаң қалай өтеді? Қызықты, көңілсіз, оңай, қиын, керемет, жақсы, жаман өтеді деген секілді әр апта күндеріне осылай жазып шығамыз. For example, Monday is okay, Tuesday is interesting, Wednesday is boring, Thursday is easy, Friday is difficult, Saturday is great, Sunday is terrible. Осылай секілді өздеріңнің варианттарыңды, яғни өз нұсқаларыңды жазсаңдар болады. Exercise number 5. Бесінші жаттығуда сен туралы. Мына жерде клубтағы идеяларға қараймыз да, өзіміздің ойымызды бокстың ішіндегі сөздер, сын есімдер берілген, солар арқылы сипаттайтын боламыз. Жаттығуда 4 клуб берілген: Art, Photography, Taekwondo, Rugby. For example, мысал ретінде айтып өтейін. I think that Taekwondo is difficult. I think art is expensive and difficult. Photography is interesting and expensive. Rugby is dangerous and difficult. Видео пайдалы және ұнаған болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.